Құрметті ауыл тұрғындары, сіздер тыңдаған бізде ашық жиналыс арқылы қоғамдық тыңдау бірінші регламенттің директорлар қоғамдық тыңдауға қатысушылар тіркеу, келіскен қоғамдық тыңдаушылардың ашылуы, тақырыбы Түркістан облысы Ордабасы ауданындағы С1-4 блогы бір кен орнындағы шөгінді жұмыстарды сазды өндіру бойынша тау-кен жұмысының жоспары. Бұл жерде тапсырыс беруші ТО Береке Групп компаниясы. Баяндамашыға 5 минут жетеді жағдай. 10 минут тыңдауға берейік баяндамашыға. Одан кейін баяндамашы оқуды біткеннен кейін сұрақ жауаптарыңыз болса қоюға рұқсат сіздерге. Баяндамашы бастай беріңіз. Бірінші Береке Групп бойынша айтады, болмаса қайсысы жайын сөз? Егерде дайын, қарашы. Қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Түркістан облысы Ордабасы ауданындағы С1-4 блогы 1,1 кен орнында шөгінді жұмыстарды, яғни сазды өндіру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспары бойынша болып отыр. Тапсырыс беруші мекеме бұл жерде Береке Групп ком жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Көріп отырғандарыңыздағыдай картасы мынау сары нүктемен берілген, оның координаттары болып тұр. Бұл участке барлық жағынан қарап отырсаңыздар, қазірде ол бос ауыл шаруашылық жерлерімен шектесіп тұр. Солтүстік және солтүстік шығыс жағынан 3 километр қашықтықта ол Шымкент темірлан тас жолы өтіп жатыр. Солтүстік шығыс жағында 3 километрден астам жерде Шұбарсу 2 ауыл орналасқан деп картада солай көрсетіліп тұр. Шұбарсу 2 шығып тұр. Кен орнының аумағы 22 гектар. Кен орнының бекітілген қоры 2909 мың метр кубты құрайтын болады. Орфографиялық тұрғыдан жұмыс аймағы абсолютті биіктігі 255 мен 265 метр болатын жазық болып табылады. Бұл жерде С1-де бір блогы 1,5 кен орнын ашу және игеру жұмыстары негізі ашық әдіспен жүргізілетін болады. Ашық әдіс дегеніміз ешқандай жарылғыш жұмыстар болмайды. Бұл жерде тек бульдозерді және экскаваторды пайдаланып өндіру жұмыстары жүргізілетін болады. Жоспар бойынша шөгінді жұмыстарды ашу көлемі 19,8 мың метр кубты құрайды. Ол бүкіл 2024 пен 2033 жылдар аралығында қарастырылған. Шөгінді жұмыстарды өндіру көлемі жылына 20 мың метр кубтан құрайтын болады, яғни 10 жылға 200 мың метр кубты құрайды. Шөгінді жұмыстардың көлемдік салмағы ол зерттеу кезінде белгіленген 1,57 тонна метр кубты құрайтын болады. Тау-кен қыртысының өндіру биіктігі жоспар бойынша 5 пен 8 метр аралығында деп беріледі. Ол бірақ нақтыланбаған, себебі ол жер бетінде жатқан жоқ, жер асты болғандықтан жер астының қыртысы қандай болып жатқаны ол беймәлім. Учаскенің беті барлық жерде ол саздақ араласқан топырақ өсімдік қабатымен жабылғандықтан оның ашу қабаты 0,09 метрінен 0,14 метр аралығында ауытқиды. Яғни ашу қабаты 0,9 метрдей болады деген сөз. Яғни 90 сантиметр бетін алып тастап, арнайы жинап түйіп қояды. Бір жыл өндіреді. Өндіріп болғаннан соң сол жиналып тұрған ашу қабатын қайтадан жатқызу жұмыстарын жүргізіп отырады. Негізі экологиялық жоба болғандықтан бізге сіздерге жаңағыдай координаттарын көрсетеміз және тұрғынжайларға дейінгі қашықтықты көрсетеміз. Жаңағы ең жақын тұрғынжайға дейінгі қашықтығы Шұбарсу 2 ауылына дейін ең соңғы нүктесінен ол 3200 метр картада солай көрсетіліп тұр. Және де жер бетіндегі суға дейін қашықтығы 2 километр қашықтықта ешқандай өзен, көл ағып жатқан жоқ. Ең жақын ол Арс өзеніне дейін 8 километрден астам жер бар негізі.
және де жоспарланған іс-әрекеттің қоршаған ортаға әсерін бағалау мақсатында біз арнайы өндіру көлеміне байланысты, ашу көлеміне байланысты, берілген техникалар көлеміне байланысты арнайы есеп жүргізіп, ол 24-33 жылдар аралығында 6,6 тонна жылына ауаға ластаушы заттар ұшырылады деп. Ол ең бастысы ол жерде шаң шығатын болады. Себебі топырақ өндіріліп жатыр. Енді қоршаған ортаға әсерін бағалау бойынша негізі карьерлері бар, ол екінші категорияға жатады. Оны экокодексте бізге бекітіп берген. Өндіру алаңында жерасты сулары зерттеу жұмыстары кезінде негізі 9 метр тереңдікте анықталған жоқ деп берілген, ол жоспарда солай жазылған. Және де біз суды техникалық мақсатта және ауыз су мақсатында пайдаланамыз деп екіге бөлеміз. Техникалық суды да, ауыз суды да негізі техникалық суды арнайы тасымалдаушылармен жеткізіліп, жазғы уақытта, күндізгі уақытта жердің шаңын, жолдардың шаңын басып отыру үшін пайдаланылады. Оның да көлемі нақты білмейміз, себебі біз алдағы күндер болжай алмаймыз. Нақты мына күн ыстық болады, мына күн мынадай болады деген. Оның да көлемі белгісіз, бірақ оны техникалық суды пайдаланады, ауыз суды пайдаланбайды. Ауыз суды да ең жақын елді мекеннен жұмысшылардың өзі күнделікті 2 литр, 3 литр болмаса 5 литр бақылаушылармен тасымалдау арқылы тасымалдап ішіп отырады. Себебі карьердің жұмысы күндізгі уақытта 8 сағат жұмыс істейді, қараңғы уақытта карьер жұмыс істей алмайды. Жаңа жер суына несін айтып кеттім, қашықтығы 8 километр қашықтықта Арты өзені ағып жатыр, оған дейін су жоқ. Және де экологиялық жоба болғандықтан біз жаңа қалдықтарға байланысты айтуымыз керек. Ол жерде 10 адам жұмыс істесе де, 2 адам жұмыс істесе де, жаңағы аталған ауыз судың бақылаушысы қалдық болып табылатын болады. Тамағын тасымалдап ішетін болса, ол жерде қағазға орап пакетпен апарады, оның барлығы қалдық болып табылатын болады. Қалдықтарға арнайы ящиктер қойылып, оның сыртына жаңағы мынаған бөтелкені тастауға болады, мынаған бақылашқын тастауға болады деп сыртына суретін салып қойып қоюы тиіс. Ол жаңағы Береке групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметіне кіреді. Және де екінші тараптармен келісімшарт негізінде айына 1 мәрте алып кетеді ма, ол жаңағы контейнердегі мусорды айына 2 мәрте алып кетеді ма, оның барлығы ол 2 адамның арасындағы келісімшарт арқылы жүзеге асырылатын болады. Және де әлеуметтік жағынан айтатын болсақ, ең жақын енді анау Шымкенттен келіп Шұбарға ешкім жұмыс істемейді. Болмаса жаңағы карьерге ең жақын ауыл тұрғындары жұмысынан қамтылатын болады. Одан кейін жергілікті бюджетке салықтар төленетін болады. Және де жұмыс істейтін жұмысшылардың пенсионный төлемдері төленіп, жаңағы медициналық төлемдері аударылып, заңды түрде жұмыс істейтін болады. Сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер жобаға қатысты. Береке групп бойынша сұрақтарыңыз болса. Екінші экологиялық сараптама өткізіліп, экологиялық сараптамасынан осы сіздердің берген сараптамасына қарай бұл сіздердің жаңағы сұрақтарыңыз қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Сұрақтарыңыз болмаса, оны барлығы түсінікті. Дұрыс, түсінікті. Енді мен бұл жерде дұрыс сұрайтын сіздерге жаңағы Береке групп болсын, алтын тас ЛТД болсын, бұл жер қойнауын пайдаланады, жер қазылар ұзақтығы, тереңдігі 5 метр болады деген. Солар енді олар бітіп пайдаланып болып біткеннен кейін ол кісілерді қайтып орнына қалпына келтіру бойынша жұмыс жүргізіледі. Бұл жоспарда жаңа атап өткен ғой, жылына 10 гектар жердің мысалы 1 гектарын игеретін болса, бір жылдың соңында жаңағы соның 1 гектардың ашу қабатын атбалға жинап қояды, соны сразу олар жылдың соңында жатқызып кету керек. Игерілген жерді. Себебі ол мал қуат, адам қуат жетіспеу мақсатында жоспарда солай көрсетілген. Оны план ликвидация деген бөлек тағы да алады, сөйтеді, ол жерде де солай көрсетіледі. Жатқызу жұмыстары әлем градуста жүргізіледі деп. Мен бұл жаңа сұрағына себебім, жаңа мысалы карьерлер қазылады ғой жер. Ол мынандай жарғалық болып қалады да, сол жарғалықта ауылдың малдар түсіп, аяқ салып бірден болып қайтып шығармай қалады. Осы мақсатта мен сіздерден сұрап отырмын.
1,5 километрде ауылдың елді мекені орналасқан. Ол жерде мал тұратын малдың ол 5 километрге дейін 6 километрге дейін жүре береді жай. Өзі сол өзінің градусымен жатқызып кетсе, ол басқа қоятын сұрақтарыңыз? Егер сұрақтарыңыз болмаса, онда бүгінгі тыңдау бойынша дауысқа беріп не қыламыз ғой, қарсы, қалыс. Егер бірінші жаңағы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Береке групп компаниясы бойынша дауыс беруді сұраған. Кім қарсы? Қарсы еместер. Қарсы еместер. Қарсы еместер, қол көтеріңіздер. Қарсы, қалыс жоқ. Алты уақыттарыңыз көп келгендеріңізге рахмет, сіздерге де рахмет. Жақсы, келесі кездесеміз.